Осылай қарындасымыз Дана деген аты Дана. Күнде еңбек етіп, аулалар тазалап жүреді. Таза еңбек. Өзі жұмыссыз. Қарындасымыз осы жерде күнде келген сайын тазалап сыпыраттап жүреді. Сұрасам, өзі бұл аулада тұрмайды екен бұл үйде. Қарындасым, сіз бұл ауланы көптен тазалайсыз ба? Мен деген осы мына жаз шыққалы сыпырып, бәрін осы жерді жинап жүрмін. Тұрғындар деген шығады да осы үйден артта өтіп кетеді. Өздерінің тұратын жерін кішкене сыпырып қою керек. Дворник жоқ, креска жоқ. Осы жерден аттайды да өтіп кетеді, аяқтарымен бір тебеді да мусорды ана жерден бері қарай болды. Мен деген осы жинап жатырмын. Күнде сыпырып жинамасам да, жұма сайын сыпырып жинап осы жерден. Күні бір жұма бұрын осы жерді тазалап сыпырып бәрін мешекпен сүйреп апарып тастап едім ана мусорға. Қайтадан осы күйге түсіп жатырмын. Осы өздерінің балалары ғой мына осы жерде тұратын. Сіз осы үйде тұрасыз ба сонда? Жоқ, мен ана үйде тұрамын. Басқа үйде? Иә, ана беседка тұрған. Мен мына бұл двор менікі емес. Сіз өзіңіз жеке тұлғасыз ғой? Иә. Ерікті ретінде келіп тазалап үлесіңізді қосып жүрген. Сол балам үшін, балам ана жерде отыр. Осы жерде ойнайтын болғасын сыпырып нетіп қояды. Еңбегіңіз Алладан қайтсын. Тазалықты бәріміз де сақтайық. Айтқанды түсінбейді балам. Тастап жинамандарды кері апарып тастап, қайтадан алып келеді жинап. Андарды жинап алып келеді.